Құрметті отандастар, менің каналыма кіріп қызықтап жүрген, тамақтарды қарап жүрген достар, бүгін біз орысша айтқанда заливной пирог, құйылмалы бәліш істейміз. Оны істеу өте оңай, сондықтан оған керекті заттар. Мына 2 стакан алдық, онда алдын-ала електен өткізіп алдық. 1 стакан айран алдық, 2 жұмыртқа, сосын 3 ас қасық қаймақ саламыз. Сосын мынау көпсіткіш 1 пакет, сосын жарты шай қасық тұз. Оның ішіне начинка деген болады, ішіне салатын нәрсеміз мына 3 жұмыртқа, негізі 5 жұмыртқа болу керек, бірақ көп болып кетеді. Мынау біз әр істеген сайын, оны жасаған сайын біз пиязбен жасайтын, көк пияз осы жолы ана жусаймен жасап көрейік дедік, жусайды да пайдалы деп жатады ғой. Сосын кішкентай жаңа 50 грамдай сумай. Міне енді бастаймыз. Бірінші жаңа жұмыртқамыз салып алайық. Жұмыртқаның үстіне тұзымыз салып алайық. Енді осының үстіне айранды құямыз. Енді бұған енді жаңа көпсіткіш салып жіберейік. Сосын 1 стакан ұнымыз саламыз. Оны жайлап салмасақ. Бұл да басында. Енді қаймақта өндіп кетпеу керек. 3 ас қасық қаймақ кетіп жүрген. Қаймақ кәдімгі дүкеннің қаймағы. Жан-жағын бәрі шашылып кетеді, бетін шашылмас үшін жауып тұратын бір нелер шығыпты, сондай алу керек. Сонда оны шашылмай әдемі төгіледі. Енді бұған 4 стакан қосып көреміз. 2 стакан көп болып кетуі мүмкін. Араластырып алып істемесек, оны да шашылады. Оны жетеді. Басқа онда қосып қажет жоқ. Енді бұны әдемілеп бір шетке қоямыз қазір. Бұны көпсіткіш қосылғаннан кейін сәл көтерілу керек. Көтерілгенше біз ана нені жусайды, жұмыртқаны турап майдалап бір-біріне қосуымыз керек. Міне жусайдың жұмыртқамен екеуін араластырып әдемілеп араластырып алдық. Осыған 50 грамдай сұйық май құйып жібереміз. Сосын тұзы керек.
жұмыртқаға тұз керек. Сосын бұрыш керек. Жусайдың иісі болады екен көк пиязға қарағанда, байқамасаңыздар. Онда жусайды да жеп көру керек. Жақсы араластырып алдық. Қазір араластырып тұрғанда духовканы қосып келдік. Мына көпсіткіш қосқаннан кейін ба жақсы көтерілді. Енді мұның жартысын құю керек тағы, қалған ортасынан мынаны салу керек. Түбіне дейін жеткізуіміз керек бұны. Астының бәріне жету керек. Аяғына дейін. Сосын барып енді осыған жаңағы көк пиязды қосып жібереміз. Сол үшін бұл құйылмалы бәліш деп аталады. Асты үстіне құйылады. Сондықтан құйылмалы бәліш деп аталады. Енді осының үстіне қалған жаңағы сұйықтығымызды құямыз. Бетін жауып тұру керек. Пешіміз қызып жатыр. Қазір пешке саламыз да бір 30 минуттай тұру керек. Бетін жабу керек жусайымыздың. Заливной пирог дейді ғой. Құйылмалы бәлішіміз дайын болды. Ыстық күйінде қараңыз ортасы. Қандай әдемі, жұмыртқасы да, жусайы да. Қазір дәмін көреміз. Біз әр кезде оны көк пиязбен пісіріп жүрек, осы жол жусаймен пісірдік. Көріңіздер, дәмін көріңіздер. Осыны күнделікті қолданып жүріңіздер. Өздерің асханаңызда. Астарыңыз дәмді болсын.